Сәлем құрметті достар, сіздермен бірге Бақағай. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы туынды, яғни туынды тақырыбын одан әрі тереңірек зерттеуге тырысатын боламыз. Кеттік, олай болса бізде бірінші есеп. Бүгінгі біздің туынды тақырыбымызда біз күрделі функциялардың туындысына, яғни күрделі туынды алуға тоқталатын боламыз. Ол қалай? Бізде осыған дейін мысалы түбір астында x тұратын болса, жай ғана бұның туындысы қандай еді? 1 бөлінген 2 түбір астында x. Мынаның туындысы. Немесе бізде тұратын еді ln x болса, осының маған туындысын ал десе, мен 1 бөлінген x деп алатын едім. Енді күрделі функцияның туындысы дегеніміз бізде функция тұрады, и оның ішінде тағы бір функция тұрады. Мысалы біз x квадрат дегеннен туындалатын болсақ, біз не істейтін едік? Жарайды, x куб болсын, 3-ті алдына түсіреміз, x-тің несі қалатын еді? Квадраты қалатын еді. Енді мынандай жағдайды қарап тұрсам, мен мына жерде тұрған дәрежесінен бір туынды ала аламын. Мына функцияның, мына есептің берілуі бойынша. Сонда 11-ді алдына түсіремін. 4x плюс 7-нің, 4x плюс 7-нің, енді 11 дәреже алдына түскендіктен, дәл мына ереже бойынша, мына жерде 10 дәреже қалатын еді. Енді мен байқап тұрмын, мынаның ішінде тағы бір функция тұр. Мен мынаның өзінен 4x плюс 7-ден тағы да бір рет туынды ала аламын. Тағы да бір рет туынды алуға болады бұл жерден. Так. 4x плюс 7-ден. Бұдан туынды алатын болсам, 7-нің туындысы әрине құрсаң тұрса ол 0-ге тең болады. 4x-тің туындысы менде 4-тің өзіне тең болатын еді. Демек, қазір бұл 4 болып көбейтіледі. Сонда менде мынандай жағдай болатын болса, бір функция тұрса, оның ішінде тағы да бір функция тұратын болса, мен сыртынан бірінші туынды алсам, туынды аламын. Одан кейін ішінен туынды алуға келетін болса, тағы да бір рет туынды алып жіберемін, және ол үнемі көбейту арқылы жанына жазылып отырады. Қазір практикалық есептер барысында түсінікті болады деген ойдамын. Демек, қазір 4-ті 11-ге көбейтетін болсам, мына функцияның туындысы 44 көбейтілген 4x плюс 7-нің 10 дәрежесі болуы қажет еді. Бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? С жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Яғни функция тұрады, ішінде тағы да бір функция тұрады. Мен туынды ала алатындай етілді. Так, кеттік. Екінші есепке келейік. Екінші есепті айтады, синус 2x қосылған косинус 3x осының туындысын тауып бер дейді. Енді бұған мән беретін болсам, біз алдыңғыда синус x деп, мынадан туынды алатын болсам, бұл жай ғана не болатын еді? Косинус x болатын еді. Дәл осы сияқты косинус x-тан туынды алатын болсам, бұл менде минус синус x еді. Минус синус x. Енді мен бұның ішіндегі тағыдан x-тан туынды алам ба? Жоқ, x-тан туынды алсам бәрі бір болып кетеді, бірді көбейтудің ешқандай мағынасы жоқ. Ал мына жерге қарайтын болсам, қазір мен синус 2x-тан туынды алсам, былай жасаймын. Синус 2x-тан. Бірінші мынау тұрған барлық синус 2x деген формуладан, яғни синус x бойынша туынды алам, оныкі мынау еді ғой. Синус косинусқа айналады, ішіндегі бұрыш өз жазылады. X па x қалады. Сонда косинус 2x. Енді бізде мына тұрған ішіндегі 2x-тан туынды аламын ба? Әрине. Алам. 2x-тан туынды алсам, x-ның бір дәрежесі алдынан көбейтіп болып түседі, x 0 дәрежесі 1-ге тең, тек 2 қалады, Сонда көбейтілген 2. Демек, 2 косинус 2x болады. Синус 2x-тің туындысы дәл осындай болады екен. Дәл осы сияқты енді косинус x-тан жеке туынды алайық. Косинус x-тан туынды алатын болсам, косинус біз білеміз, ол минус синус x болып кетеді, Сонда минус, мына жерде косинус 2x, 3x екен ғой. Косинус 3x. Сонда минус синус 3x, және де мынау 3x-тан туынды алатын болса, менде 3 шығады, оны көбейтіп жіберемін. 3-ті көбейтемін. Сонда минус 3 синус 3x болады екен. Бұның туындысы. Енді біз айтатын едік, функцияның аралары қосу немесе азайту болса, жай ғана жеке-жеке туынды аламын да, істейтін едім. Қосу болса қосу, азайту болса азайтуын жазамын. Сонда мынаның туындысы деп отырғаным, f от x-тің туындысы деп отырғаным, синус 2x-тің туындысы 2 косинус 2x. Енді косинустың туындысы әрине минус 3 синус 3x болды, Бұны таптық. Енді осындай жауап нұсқасын бізге белгілеу қажет. 2 косинус 2x минус 3 синус 3x. Бұл жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Кетті, олай болса үшінші есеп. Үшінші есепте бізге мынандай бір бөлінген деп берілсе, ол бізге қалай айтсам болады, өте оңай тақырып. Неге? Себебі біз не істейтін едік? Мына функцияны басқаша түрде жазып алсам болады ғой. Мынау 2x плюс 1-дің, түбір астында деп тұрғанымыз, бұл бізде 1 бөлінген 2 дәреже. 1 бөлінген 2 дәреже, ол бізде түбір. Бұлай айтатын едік қой. Түбір астында x болса, бұл x-тің 1 бөлі 2 дәрежесі деп жазсам болады. Бірақ бұл неде тұр? Бұл төменгі жақта тұр. Яғни астында тұр. Мен оны үстіне көтерген кезде бізде былай еді.
x-тің минус 1 дәрежесі ол 1 бөлінген x еді. Енді оны керісінше 1 бөлінген x-тан жоғарғы дейін көтеретін болса, минус 1 дәреже қоюым керек. Демек, мынаның алды қазір минус болады. Мен жоғарғы көтеріп тұрмын. Өйткені қайтадан мына түрге келу керек. 1 бөлінген түбір астына 2x плюс 1 деген жаздық. Бірақ мына жерде оның еще 3 дәрежесі бар. Бұл не істейтін еді? Бізде қандай да бір функцияда немесе дәреженің оп-оңай қасиеті түрінде түсіндірсек, x-тің, n дәрежелі түбір астында m дәрежесі болса, бізде бұл жерде түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне өзінің дәрежесі алымына жазылады. Демек, мына жерде 2x плюс 1-дің өзінің 3 дәрежесі ол алымына жазылады екен мына дәреженің. Болды. Енді мынаны табу өте оңай. Мына функцияның туындысын табу өте оңай. Оны қалай есептейміз? f от x-тің туындысы дейміз де. Біз не істейтін едік? Мынандай дәрежелі функцияда әрине алдындағы дәреже алдына не болып түседі? Қалай тұр, солай түседі. Минус 3-те 3 бөлінген 2 көбейтілген 2x плюс 1 және де бізде не нәрсе бар еді? Мынау тұрған дәрежеден, мысалы бізде x 4 дәреженің туындысын алатын болсақ, не істейтін едік? 4-ті алдына түсіреміз, дәрежеден 1-ді азайтып 3 жазатын едік. Дәл соны жасаймын қазір мына жерге. Сонда минус 3 бөлінген 2-ден азайтып тастаймын минус 1-ді. Енді біз мынау тұрған дәрежеден, яғни дәрежелік функциядан мынандай бір функция ретінде қарастырып, одан не алдық? Туындысын алдық. Енді мен жалғастыруым керек нәрсе, бұның ішінде де тағы туынды ала аламын ғой. Ол менде 2x плюс 1-дің туындысы көбейтіледі 2 болады. Енді осыны жалғастырайық. Қысқаратынын қысқартып, ықшам түрге келтіруге тырысайық. Мына тұрған 2 мен мына тұрған 2-ні қысқартып жіберсем болады екен. Сонда минус 3 қалды алымында. Минус 3 қалды. Енді, мынаны әлі бөлшек сызбай тұрады. Минус 3 көбейтілген. Енді 2x плюс 1-дің қанша дәрежесі қалды? 2x плюс 1-дің. Мына жерге ортақ бөлім беретін болсам, 2, мынаған 2-ден берем. Сонда минус 3, минус 2 деп отырғаным, ол менде нені береді? Минус 5-ті береді екен. Және де, минус 5 бөлінген 2. Сосын, болды, осы нәрсе ғана қалды. Осы нәрсе ғана қалды, себебі мына 2-лерді қысқартып жердік. Енді, дәл жаңағыны кері ретпен істейтін боламыз. Мына жерде тұрған минус 3 ол алымда қалды. Енді не істейміз? Минус дәреже ол астына түсіретін еді. Астына түсірем 2x плюс 1-ді. Бұның 5 дәрежесі өзінде сыртында не тұр? Сыртында әрине квадрат тұр. Квадрат түбір тұр. 2 дәреже ол түбірге кететін еді. Бөлімінде тұрған. Енді осыны ары қарай ықшамдайтын болсақ, менде минус 3 бар. Мына жерде байқап тұрсам, түбірден шығаруға келетін жағдайда түбірден шығарып қойған. Демек, мынаның қазір 5 дәрежесімен былай жазсам болады ғой. 2x плюс 1-дің 4 дәрежесі бір түбірде, келесі түбірде 2x плюс 1-дің өзі. Яғни, қазір екеуі бір түбірге бірігеді, және де асты бірдей, яғни негізі бірдей болса, ортасы көбейту болса, араларында 4 дәреже мен 1 дәреже қосылып, бәрібір мына өрнекті береді. Мен жай ғана оны ықшамдау үшін өзімен ыңғайлы түрге жаздым. Тең болады. Сонда мына жақта минус 3 қалды. Енді мынаның көрінбейтін x-мен мынаның 4-ті қысқарып 2 дәреже болады. Дұрыс па? Түбірмен себебі дәреже бір-біріне қарсамал. Сонда 2x плюс 1-дің квадраты, мына жерде 2x плюс 1 түбірдің астында. Осындай жауапты белгілеуім керек. Бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? Әрине, А жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Мынандай екілері жоқ. 2 себебі жаңа қысқарып кетті күрделі туындалған кезде. Кеттік, олай болса үшінші есеп. Үшінші есеп айтады бізге. Үшінші есеп. Тангенс x бөлінген 4-тің туындысын табыңыз дейді. Бірінші біз мына екі форманы білуіміз керек. Тангенс x-тің туындысы бізде 1 бөлінген косинус квадрат x еді. Келесі енді дәрежелік функция немесе, мысалы 4x-тің туындысы десе, жай ғана x-тің жанындағы x түсіп қалады, 4 өзі қалады. Немесе 7x-тің туындысы десек, x түсіп қалады, 7-нің өзі қалады. Сонда біз бірінші былай жасаймыз. Мына функцияның туындысын табу үшін бірінші сыртынан туынды аламыз. Сыртында тангенс қоршап тұр барлығын. Демек, тангенстан туынды алатын болсам, 1 бөлінген косинус квадрат x бөлінген 4 болады. Ол түсінікті. Енді мынау ішінде тұрған x бөлінген 4-тен туынды алсам, бұл x бөлінген 4-тің туындысы дегенім, бұл жай ғана 1 бөлінген 4 көбейтілген x-тің туындысы ғой. Біз жаңа айтатын едік, мына жоғарыда көрсеттік. Бір санға жай ғана x-тің бір дәресі көбейтіліп тұрса, одан туынды алсам, ол жай ғана 1 бөлінген 4 болып өзі қалып кетеді. Сонда көбейтілген не болады? 1 бөлінген 4 болады екен. Енді осын жай ғана ақшамдап біріктіреміз бір бөлшекке. Сонда 1 бөлінген 4 көбейту косинус квадрат
x бөлінген 4 деген жауап шығуы қажет еді. Так, бұл қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? 1 бөлінген 4 косинус квадрат x бөлінген 4. Аха, бұл жауап нұсқасына сәйкес келетін сияқты, иә? Косинус квадрат бөлінген x бөлінген 4, жанында көбейту 4 бар, алымында 1 бар. Аха, түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Олай болса 5-ші есеп. 5-ші есеп айтады бізге мынау берілген функцияның туындысын табу қажет. Бізге ең оңайынан бастайық. Мынаның туындысы бізге белгілі. X кубтың туындысы жай ғана 3-ті алдына түсіреміз. Сонда бір дәрежені азайтып тастадым. 3x квадрат болды. Маған мынанікі бір түрлі болып тұр. Осы біз мынаны білуіміз керек. Енің x дәрежесінің туындысы біз айттық, ол ешқашан өзгермейді. Тек енің x дәрежесі болып қала береді. Демек, мына жерде тұрған енің x куб дәрежесі, бұның туындысын алатын болсам, туындысын бірінші өзі жазылады. Себебі біз айттық, мына жерде көрсеткендей, енің x дәрежесі ол өзі қалады. Яғни қандай дәреже тұрса да қалады. Енді біз ені туынды алып тастадық, сыртынан ені мынау ішіне қарай дәрежеге қарай кірейік. Дәрежеде x куб тұр, оның туындысы біз жаңа айттық, көбейту болып келеді, 3x квадрат болып. Түсіндіре алдым ғой, функцияның ішіне функция тұрса, мына жерде жай ғана x тұрса, мен осылай ғана қалдыратын едім. Бірақ бұл жерде x куб тұр. Демек, осындай түрде жазатын боламыз. Енді бізге қосуды орындау керек. Сонда жалпы y'(x), яғни туындысы бұның бірінші енің x куб дәрежесінің туындысы, енің x кубтың өзін жазам, жанына 3x квадратты көбейтемін. Қосылған x кубтың туындысы 3x квадрат. Так, мына жерде қандай берілген екен, мынандай жауап жоқ па? Демек, ортақ көбейтші жақшаны сыртына шығарамыз, олай не? 3 көбейтілген x квадрат. Соны жақшаны сыртына шығаратын болсам, мына жерде енің x куб дәрежесі қалды, қосылған. Так, бізде не қалды? Мына жерде 1 қалды. Дәл осындай жауап нұсқасын белгілеуіміз керек. Бұл бізде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? Әрине А жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Кеттік. Олай болса 6-шы есеп айтады, мына берілген функцияның туындысын табу қажет. Бұның туындысын табу барысында біз айттық жаңа, енді қайта-қайта жазып отырудың керек жоқ деп ойлаймын. Түсінікті шығар. Синустың туындысы ол әрине косинус. Демек, мынаның бәрі косинустың ішіне жазылады. 3x плюс пи бөлінген 3. Так, енді кеттік. Ішінен туынды алуым керек қой. Мына ішінен туынды алатын болсам, 3x-тің туындысы 3 болады, пи бөлінген 3-тің туындысы 0 болады. Ұмытпаймыз. Мынау енің туындысы 0 болады, пидің туындысы 0 болады. Неге? Себебі біз айтатын едік, тұрақта жай ғана жанында x жоқ бір константа сан болса, мысалы 7-нің туындысы 0-ге тең, 0,8-дің туындысы 0-ге тең деген сияқты. А мынау е деп отырған ол шамамен 2,72. Шамамен жуықтап алған кезде. Бұның туындысы 0. Себебі айттық, бұның жанында ешқандай x жоқ. Пи дегенім 3,14, бұның туындысы жай ғана 0 болады. Демек, пи бөлінген 3 дегенім 3,14 бөлінген 3 деген қандай да бір санды береді. Ол маған ешқандай қызық емес, туындысы 0 болып кетеді. Сонда менде мына жауапты белгілеуім керек. 3 көбейтілген косинус 3x плюс пи бөлінген 3 болатын жауапты белгілеуім керек. Так, бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? А жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Кеттік. 7-ші есеп. 7-ші есеп айтады, функцияның туындысын табыңыз дейді. Ешқандай қиындығы жоқ. Мына жерде x квадрат минус 36-ның не деп тұр? 2-нен 1 дәрежесі деп тұр. Мынаны оңай түрге, сәл түсінікті түрге келтіру үшін осылай қалдырсам болады. Келтірмей, яғни 2-нен 1-ді алдына түсіремін, дәрежеден 1-ді азайтамын деген сияқты. Немесе мынаны былай жазып алайық. x квадрат минус 36 түбірдің астында деп жазып алсам болады, Қазір мен түбірлік функциядан туынды аламын, яғни түбір асты x-тің туындысы бұл менде 1 бөлінген 2 түбір астында x. Осыны бірінші алып алайын. Так, сонда менде x квадрат минус 36 осының туындысын алатын болсам, қазір менен жасайым. Бірінші 1 бөлінген 2 түбір астындағының өзін жазам. Түбір астындағының өзін жазам. Келесі енді мынау x квадрат минус 36-тан, яғни ішінен туынды алатын болсам, 36-ның туындысы әрине түсінікті 0 болып кетеді. Жанында x жоқ, x квадраттың туындысы 2x болады. Яғни 2 алдына түседі, дәрежеден 1-ді азайтамыз, 1 дәреже қалады, 2 көбейтілген x қалады. Сонда көбейтілген 2x. Міндетті түрде көбейту болып келеді дедік, туынды алам сыртынан, ішінен алған туындыны көбейтіп отырам. Сонда мына жақта алымында 2x қалды, бөлімінде 2 көбейтілген x квадрат минус 36 бар. Дәл осы жерден екілерді қысқартып жіберсек те болады. Мына 2 мен мына 2-ні қысқартамын, сонда x бөлінген x квадрат минус 36 түбірдің астында деген жауапты белгілеуім қажет. Так, сонда x бөлінген x квадрат минус 36 түбір астында, ол А жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр. Кеттік. Олай болса 8-ші есеп. 8-ші есеп айтады, егер h(x)ым түбір асты 2 бөлінген 1 минус x плюс синус 1 минус x бөлінген 2-нің туындысын табу қажет. Біз жеке-жеке тауып қосайық артынан.
ондай ережені білетін едік. Мынау қосып тұрса, енді біз мынаның туындысын табайық. 2 бөлінген 1 минус x-тің, түбірдің астында дегеннің туындысын табайық. Бұның туындысын табу үшін мен бірнеше туынды алуым қажет болады. Ең бірінші түбір астының формуласын қолдана саламын. Ол менде нені айтатын еді? Ол менде 1 бөлінген, яғни ең сыртында түбір тұр ма, содан туынды аламын. 2 түбір асты x еді ғой. Демек 2, мына жақта 2 бөлінген 1 минус түбір асты өзі жазылады. Дәл осындай нәрсе шығады, 1 бөлінген 2 түбір асты x еді. Мына нәрсені айтып отырмыз. Түбір астының туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x. Осы жерге соны қолдан, яғни түбір астындағының бәрін жаздым. Енді бұл жерде түбірдің астынан да туынды алуға болады ғой. Түбірдің астында не нәрсе тұр? Түбірдің астында менде мына нәрсе тұр. 2 бөлінген 1 минус x. Осының туындысын алуым керек. Ал бұның туындысы бізде бөлу ережесі дейтін бар еді ғой. Мынандай. U бөлінген v-ның туындысын алу керек болса, мен астындағысын не істеймін? Квадраттай. V квадрат. Жоғарғы жақта U-дан туынды алып v-ға көбейтем. Азайтамын. Не істейтін едім? Келесі мына U-дің өзін жазам, астындағыдан туынды алып көбейтіп азайтып тастайтын едім. Мынаны орындайтын болсақ, осыған сонда 1 минус x-тің квадраты. Алымында не бар? Бірінші 2-ден туынды алсам 0 болып кетеді, оны неге көбейтсем 0 шығады? Қажет емес, 0 деп жазып қояйын. Сөйтіп минус, енді 2-нің өзін жазам, астындағыдан туынды алам. Астындағының туындысы менде не нәрсе еді? Қарайық, 1 минус x-тің туындысы, 1-дің туындысы 0, минус x-тің туындысы x кетіп қалады, тек қана минус 1 қалады, минус 1 болады. Сонда жоғарғы жақта алымында 2 қалды, яғни минус 2-ге минус 1-ді көбейтетін болсам, 2 қалды. Жақта 1 минус x-тің квадраты қалды. Демек, енді осыны жазуым керек. Көбейту болып көбейтілген 2 көбейту 1 минус x-тің квадраты. Біз айтатын едік, ішінен алған туынды, ішінен туынды алған сайын оны көбейте берем. Мына 2 мен мына 2 қысқарды, сонда бұның туындысы не болды бізде? Жоғарғы жақта алымында 1 ғана қалды. Бөлімінде не нәрсе бар? 1 минус x-тің квадраты көбейтілген 2 1 минус x. Толық түбірдің астында. Енді мынадан туынды алайық. Одан туынды алу сәл оңайырақ мынадан қарағанда синус 1 минус x бөлінген 2-нің несі? Туындысы. Бұның туындысын алатын болсам, не істеймін? Синус косинусқа айналып кетеді, ішіндегісі өзі жазылады. Бөлінген 2 жазылады. Енді ішіндегіден туынды алу дәл жаңағы нәрсені орындауды көрсетеді маған. Мына жерде тұрған 1 минус x бөлінген 2. Бұның туындысын алу дегенім бөлу ережесін қолдана саламын. Бұл жақта 2-нің квадраты 4 болады, яғни астынан квадраттайтын. Бірінші мынау 1 минус x-тан туынды алатын болсам, 1-дің туындысы 0, минус x-тің туындысы минус 1, көбейтілген 2, астындағысы өзі. Келесін азайтып жазудың қажеті жоқ. Азайту болады, мынау өзі тұрады, бірақ та 2-нің туындысы 0 болып кетеді. Сосын жазудың ешқандай мәні қалмайды. Минус 1-ді 2-ге көбейтетін болсам, минус 2 бөлінген 4, мынау сонда менде минус 1 бөлінген 2-ні береді екен. Сонда көбейтілген минус 1 бөлінген 2. Енді мынаны ықшам түрге келтіретін болсам, бұл менде минус 1 бөлінген 2 косинус 1 минус x-тің x бөлінген 2. Осындай менде мынаның туындысы шықты, және де мынаның туындысы осы нәрсе шықты. Екеуінің ортасында не тұр? Әрине плюс тұр. Енді мынаны түрге келдік, бір ықшам түрге. Мына жерде тұрған жеке-жеке жазып алсам болады, өзгеріп жазып қойын. Яғни мынағанда жеке түбір, мынағанда жеке түбір. Енді сатылы бөлу ережесі бойынша, жалпы бөлу ережесі бойынша, қазір ең астында тұрған бөлімнің бөлімде тұрған нәрсе үстіне көтеріледі. Сонда мен не жазам? 1 минус x-ті жоғарғы жаққа жазам түбір астындағы. Астында не қалды? 1 минус x-тің квадраты, және де не қалды? Түбір асты 2 қалды. Түбір асты 2 қалды. Сөйтіп, ортасында плюс еді, бірақ мынаның минусы минус қылып жеретте 1 бөлінген 2, 1 бөлінген 2, косинус 1 минус x бөлінген 2 қалды. Сонда менің соңғы жауабым мынандай түрге ұқсас болуы қажет. Осыны жауаптан іздейік. Бұл менде А жауап нұсқасына сәйкес келеді ме? 1 бөлінген түбір асты 2, 1 минус x астында 1 минус x-тің квадраты минус 1 бөлінген 2, косинус 1 минус x бөлінген 2. А жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр. Кеттік. Олай болса 9-шы есеп. 9-шы есеп айтады. Бізге 3-тің түбір асты x дәрежесі, және де e-нің ln x дәрежесінен туындалу керек. Бірінші ықшам түрге келтіруге ұқсап тұрмаған. Мынаны бірден түсінем мен. Мынандай ереже бар еді ғой логарифмде. Егер а негізді, оның дәрежесінің логарифмі а негізді б тұрса, мына екеуі қысқарып кетеді де, бұның өзі қалады. Бұны түсіндіретін болсақ, мысалы 7 логарифм 7 негізді 2 болса, мына екеуі қысқарады да 2 қалады. Ал ln деп отырғаным ол, мынау е
логарифм е негізді x деп тұрна екеу қысқарады, тек қана x қалады. Сонда тең болады 3-тің түбір асты x минус жай ғана x болады. x-тің туындысы 1 бола салады. x-тің туындысы 1 бола салады, ол оңай. Маған табу керек 3-тің түбір асты x-тің туындысын, дәрежесінің түбір асты x туындысы. Енді бұл не еді? Көрсеткіштік функция. Астында сан тұрады, үстінде уже x тұрады. Бұның туындысы менде a-ның x дәрежесінің туындысы. a-ның x дәрежесінің өзін жазамыз. x дәрежесінің өзін жазамыз. Және де ln-нің ішінен ол негізін тығып жіберетін едік. Сонда мынаның туындысы бірінші өзін жазамыз. 3 дәрежелі. 3-тің дәрежесінің түбір асты x көбейтілген ln негізінен не тұр? 3 тұр. Соны ln-нің ішіне тығып жіберем. Сөйтіп біз енді мына түбір асты x-тан жеке туынды ала аламыз ғой. Соған кіретін боламыз. Ішіне қарай көбейту болып жазылады. 1 бөлінген 2 түбір астында x. Демек, қазір осындай жауапты іздейтін болам. Яғни, орындарына қояйық. Мынаның туындысы 3-тің түбір асты x дәрежесі, содан кейін ln 3 1 бөлінген 2 түбір астында x, мынаның арасында барлық көбейту. Так, енді соңында тұрған мынау x-тің туындысы 1 еді, минус 1. Минус 1 екен, түсінікті. Так, мынау келмейді уже, соңында минус x тұр. Так, 3 дәрежелі түбір астында x, ln 3 көбейтілген 1 бөлінген 2 түбір астында x, минус 1. Мына жауапқа сәйкес келетін. С жауабына, өйткені мынау тұрған нәрсем. Міне тұр, 1 бөлінген 2 түбір асты x-ім тұр. 3-тің x дәрежесі тұр, түбір асты x дәрежесі ln 3 тұр, минус 1 бар, яғни осы жауапқа сәйкес келіп тұр. Кеттік, олай болса, соңғы есебіміз біздің түбір астында синус x, және де оның ішінде түбір асты x тұр. Ең бірінші біз не істейміз? Мына жерден түбір бойынша туынды алам, түбір бойынша туынды алатын болсам, 1 бөлінген 2 түбір астында синус түбір асты x. Неге? Бізде мынандай нәрсе бар еді. Түбір асты x-тің туындысы, бұның туындысы жай ғана 1 бөлінген 2 түбір асты x-тің өзін жазатын. Мен дәл соны жасап тұрмын. 1 жаздым, астында 2 көбейтілген, мынаның өзін жазып қойдым. Түбірімен қосып жазып қойдым. Енді көбейтілген, бұның ішіне не тұр? Синус түбір асты x. Одан туынды аламын ғой, синустан жеке туынды аламын ғой, ішіне кіріп жатыр. Оның туындысы косинус түбір астында x болады. Және оның ішіне тағы түбір асты x тұр, одан туынды аламын, көбейтілген 1 бөлінген 2 түбір астында x. Енді осыларды жай ғана ықшамдау керек. Сонда алымында не қалды? Алымда мынау ғана қалды. Косинус түбір астында x қалды. Кеттік, бөлінген, мына 2 мен 2 көбейтіледі. 4 болады, және де түбір астында x бар, және де бөлек түбірде синус түбір астында x бар. Барлығының арасы көбейту. Дәл осы жауапты жауап нұсқаларынан іздеп көрейік. Так, мынаның жанында x бар керек емес, x бар керек емес, алымында x бар керек емес. Мына жерде 4 түбір астында x, синус түбір асты x, түбірде косинус x. С жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Сонымен құрметті шәкірттер, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Әрине күрделі тақырып, бірақ есеп шығарып көрсек, меңгеріп кетуге өте жеңіл. Жай ғана сабақты асықпай мұқият қарап, берілген практикалық тапсырмаларды орындасаңыздар, бәрі қолданыңыздан келеді. Бүгінгі алған білімдеріңіз пайдалы болсын. Сіздермен бірге болған Бақ ағай, қош, сау болыңыздар.